Қайырлы күн, барлықтарыңызға сәлем. Біз алдыңғы бөлімімізде осы ойыншығымыздың құлағын тоқыған болатынбыз. Енді біз ойыншықтың осы бас бөлігін тоқитын боламыз. Ол үшін біз осы ақ жіптен бастап тоқимыз. Ол үшін осылай жібімізді, ақ жібімізді алып, қолымызға осылай ораймыз. Алдыңғы бөлімде көрсеткенмін, бізге жаңағы дөңгелек кольцо жасау керек. Яғни 6 бастапқыда 6 столбик тоқуымыз керек. Ол үшін жібімізді осылай шығарып аламыз. Енді осы дөңгелектен біз 6 столбик тоқып аламыз. 2 3 4 5 6. Алдыңғы бөлімде көрсеткенімдей, біз жіптің ұшынан емес, негізгі жіптен алып тоқыдық. Енді мына жіптің ұшын ақырын осылай тартып, дөңгелегімізді осылай дайындап аламыз. Біз қазір 6 столбик тоқыдық. Енді ары қарай алдында көрсеткенімдей әр қатар басында осындай бір басқа түсте жіптен алып белгі қойып отырамыз, қателесіп кетпеу үшін. Бірінші қатарымыз, яғни 6 столбик болды. Енді екінші қатар. Екінші қатарда бізде 12 столбик болу керек. Ол үшін әр столбиктен 2 столбик тоқимыз. 2 ілмектен алғанда 12 столбик болады. 2 әр столбиктен 2 рет алғанда 12 болу керек. Қарасаңыздар, мынау үшінші столбик уже бізде. Үшінші столбиктен 1 рет и екінші рет аламын осылай. И төртінші столбиктен де 2. Бесіншіден 2. И 6-шы столбиктен 2. Сонда әр столбиктен біз 2 реттен алғанда қатар соңында 12 столбик пайда болады. Бұл бізде екінші қатар. Енді ары қарай біз үшінші қатар тоқимыз. Үшінші қатар тоқу үшін де біз осылай қатар басына белгімізді қойып аламыз. Ары қарай үшінші қатарымызды тоқимыз. Үшінші қатарда 1 столбик, 1 прибавка, 1 қосымша. Яғни қазір мысалы бірінші столбиктен 1 ілмек, екінші столбиктен 2 ілмек 6 рет қайталаймыз. Былай айтқанда 6 қосымша береміз ғой. 1, одан кейінгісінен 2. Алдыңғы бөлімде сіздерге бұл туралы толығырақ түсіндіріп кеткенмін. Осылай.
міне бізде үшінші қатарымыз. Енді біз төртінші қатар тоқимыз. Қатар басынан белгімізді қоямыз. Енді төртінші қатарда бізде 24 столбик болу керек. Ол үшін 2 столбик, 1 қосымша. Яғни бірінші және екінші столбиктен бір реттен аламыз. Бір ілмек, яғни бір столбик тоқимыз. Ал үшіншіден қосымша 2 аламыз. Осыны біз осы техниканы 6 рет қайталаймыз қазір. 2 столбик, 1 қосымша. Яғни әр үшінші столбиктен қосымша береміз, қосымша аламыз. 1, 2 қосымша. Bir, 2 и қосымша. Міне мен қазір төртінші қатарды тоқыдым. Төртінші қатарда бізде 24 столбик болды. Енді ары қарай бесінші қатарды тоқимыз. Бесінші қатарда бізде 3 столбик, 1 қосымша. Қатар басына белгімізді қоямыз. Яғни міне 3 столбик дегенім бірінші, екінші, үшінші, 3 столбик и төртіншісі қосымша. Яғни әрбір төртінші столбиктен қосымша аламыз. 2 столбик аламыз. Осы техниканы 6 рет қайталаймыз. Сол кезде қатар соңында бізде 30 столбик болады. Міне осыны 1, 2, 3 и төртіншісінен 2 столбик. 1, 2, 3, төртіншісінен қосымша. 1, 2, 3 и төртіншісінен қосымша. Міне бізде бесінші қатарымыз аяқталды. Бесінші қатарда 3 столбик, 1 қосымша бере отырып, сол техниканы 6 рет қатар соңына дейін қайталаймыз. Сол кезде бізде қатар соңында 30 столбик болады. Енді біз, бұл қазір бізде 5-ші қатар ғой. Енді біз ары қарай 6-шы, 7-ші және 8-ші қатарды ешқандай қосымшасыз, ешқандай өзгеріссіз осы 30 столбикті тоқып шығамыз. Қосымша бермейміз. Осындай 30 столбикті 3 қатар тоқимыз. 6, 7, 8-ші қатарды. Қосымша бермей, осылай тоқып шығамыз. И ары қарай көрсететін боламын. Міне мен қазір 30 столбиктен айналдыра 3 қатар тоқып шықтым. Яғни 6, 7, 8-ші қатарды 3 қатар 30 столбик тоқыдым. Енді қатар басына осылай тағы да белгімізді қоямыз. Ары қарай біз 9-ші қатарды тоқимыз. 9-ші қатарда бізде кішкене техникамыз өзгереді. Ол бізде мынау күшігіміздің осы жаңағы иілген осы тұмсығын шығаруымыз керек. Қазір осы жерді тоқитын боламыз. Ол үшін бұл қатарда 36 столбик тоқимыз, 6 қосымша беріп. Бірақ оны біз кішкене өзгешерек тоқимыз.
өзгеріссіз осылай қазір 12 столбик аламыз, тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 столбик тоқыдық. Енді осы 12-ден кейін 6 қатар, 6 столбик қосымшамен тоқимыз. Яғни 6 столбикті біз 2 столбиктан тоқып шығамыз. Бірінші қосымша. Екінші қосымшамыз. Байқасаңыздар, 1 столбиктен 2 кеуден осылай тоқып шығамыз. 1, екіншісі. 3 4 5 6. Енді қарасаңыздар, осы мына жақтан 12 столбик тоқыдық. И тура 12-ден кейін мына жерден 6 столбикті қосымшамен тоқыдық. 1 2 3 4 5 6. Енді ары қарай қатар соңына дейін тағда 12 столбик қосымшасыз жай ғана 12 столбик тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Мінекей, бізде қазір ешқандай артық та кем де шықпайды. Осы техникамен істесеңіздер. Біз осы 9-шы қатардан кейін 10-шы қатарды бастаймыз. Одан алдын біз жібіміздің түсін ауыстырамыз. Енді міне переход болады бізде. Осы ақтан кейін сұрға ауысуы керек. Ол үшін сұр түсті жібімізді аламыз. Яғни осылай ұшын шығарып аламыз. И оны біз осылай ілмек жасап аламыз. Мінекей. Енді 10-шы қатарды бастаймыз. Ілмегімізді кіргізіп, осыған біз сұр түсті іліп шығарамыз. Енді біз жіптің ұшын емес, яғни негізгі жіптен тоқимыз. Осы жерден біз ары қарай сұр түсті жіпті
іліп алып тоқып кетеміз. Мынау бізде бірінші столбигіміз. Енді арт жағындағы ақ жіптің артығын ақ жіпті қиямыз. Енді сұр және ақ жіптің ұштарын осылай байлаймыз біріктіру үшін. Енді біз мына жерде бірінші столбикті тоқыдық. Енді екінші столбик тоқимыз. Бұл бізде қазір 10-шы қатар басталды. 10-шы қатар бастадық. 10-шы қатарда біз тек жіптің түсін ауыстырамыз, бірақ ешқандай қосымша бермейміз. 36 столбик тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Мінекей біз 36 столбик тоқыдық. Бұл бізде осы ақ түстен сұр жіпке ауысқан жері. 10-шы қатарда 36 столбик тоқыдық. Енді біз 11-ші қатарды бастаймыз. 11-ші қатарды тоқимыз. Ол үшін қатар басына осылай белгімізді қойып аламыз. 11-ші қатарда бастаймыз. 11-ші қатарда бізде 12 столбик тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Неге? Қазір 12 столбик тоқыдық. Енді мысалы біз осы жерді доғал қылып күшіктің басының формасын шығаруымыз керек. Бұл 11-ші қатар. 12 столбик
тоқыдық. Енді бір қосымша, одан кейін бір столбик, келесісі бір қосымша, бір столбик, бір қосымша, бір столбик, бір қосымша, бір столбик, бір қосымша, бір столбик. Бір, екі, үш, төрт, бес, и алтыншысы қосымша. Яғни көріп тұрсаңыздар, мына жақтан біз 12 столбик тоқыдық. И бір қосымша, бір столбик, бір қосымша, бір столбик. Сол техниканы осы жерде 6 рет қайталаймыз. Яғни біз 6 қосымша беріп тұрмыз бұл қатарда. И ары қарай 12 столбиктің өзін тоқимыз. Сонда бұл қатарда бізде 11-ші қатарда бізде 42 столбик болады. Яғни 6, мына жерде біз 6 қосымша беріп отырмыз. Міне, енді ары қарай 12 столбигімізді қатар соңына дейін 12 столбикті тоқып шығамыз. Бұл бізде 11-ші қатар. 42 столбик болды. Міне бізде формасы шығып келе жатыр. Яғни басының формасы шығып келе жатыр. Енді бұл бізде 11-ші қатар болды. Енді ары қарай 12-ші қатардан бастап 20-ші қатарға дейін, яғни 9 қатар біз өзгеріссіз, қосымшасыз осы 42 столбик тоқып шығамыз. Қосымша бермейміз, өзгеріссіз айналдырып тоқып шығамыз. 9 қатар. Ары қарай көрсететін боламын. Міне мен қазір 9 қатар тоқып шықтым. 42 столбикті. Енді мына жерден біздің мына жібіміз енді бұл жерге қажеті жоқ, сол себепті осы жерге қоямыз. Біз 20-ші қатарға дейін 42 столбик тоқып шықтық қой. Енді бұл бізде 21-ші қатар. 21-ші қатарда 5 столбик, 2, 3, 4, 5 столбик и бір убавка, біреуін жинаймыз, яғни 1, 2. Ол дегеніміз осылай 2 столбикті біріктіріп бір столбик осылай жасаймыз. Біз бұл жерде, яғни енді ары қарай артқы формасын осылай жинауымыз керек.
Бұл бізде 21 қатар 5 столбик 1 убавка, яғни жинау. Осылай осы техниканы қайталай отырып, бұл 21 қатарда бізде 36 столбик тоқимыз. 1 2 3 4 5 и 6-шысы убавка, жинаймыз. Яғни 2 столбиктен 1 столбик жасаймыз. И қатар соңында бізде 36 столбик болады. Міне осылайша 21 қатарды 36 столбик тоқыдық. Қарасаңыздар, уже біздің тоқымамыз ақырындап жиналып жатыр. Енді ары қарай 22 қатар. 22 қатарда белгімізді қоямыз. 22 қатарда 4 столбик 1 убавка. 4 1 2 3 4 столбик и 5-шісін осылай 2 столбиктен 1 столбикке жинаймыз. 1 2 3 4 и 5-шісін осылай жинаймыз. Осы техниканы қатар соңына дейін 6 рет қайталағанда бізде қатар соңында 30 столбик болады. 1 2 3 4 и жинаймыз. 4 столбик, біреуін 5-шісін жинаймыз. 1 2 3 4 5-шісін жинаймыз. 1 2 3 4 и 5-шісін жинаймыз. 1 2 3 4 5-шісін жинаймыз. Не бізде қазір 30 столбик болды. Бұл бізде 22 қатар. Не бізде тоқымамыз ақырындап жиналып келе жатыр. Ары қарай 23 қатар. 23 қатарда қатар соң басында белгімізді қоямыз. 23 қатарда 3 столбик, біреуін и 1 убавка. 2 3 и убавка, яғни жинаймыз. Осылай 6 рет қайталаймыз. И қатар соңында бізде 24 столбик болады. Бұл бізде 23 қатар. 24 столбик болды. Енді ары қарай біз 24 қатарды тоқимыз. 24 қатарды тоқымас бұрын біз ішіне
тоқымамыздың ішіне осы холофайберімізді салып аламыз. Себебі біздің жаңағы тоқымамыз кішірейген сайын ішіне салу қиындайды. Сол себепті ішіне салып толтырып аламыз. Мына жақтарына бәріне өздеріңіз ыңғайластырып толтырып шығамыз. Міне осылайша ішіне холофайберді осылай салып аламыз. Енді ары қарай 2 столбик, 1 жинау, 1 убавка. Солай қайталай отырып, қатар соңында бізде осы, яғни 24-ші қатарымыз 18 столбик болу керек. Bir, екі, екі столбик и 1 убавка. Біреуін жинаймыз. Столбик жинаймыз. Біз жіпті алып тастасақ та болады. Енді ары қарай 25-ші қатарымызды 1 столбик, 1 жинау, яғни 1 убавка, 1 столбик, 1 убавка. Соны қайталай отырып 25-ші қатарда 12 столбик тоқимыз. Міне 1 столбик, 1 жинаймыз. Бізде 12 столбик болды. Енді ең соңғы қатарымыз, яғни 26-ші қатар. 26-ші қатарда барлығын, в общем, 2 убавка, яғни 2-2-ден жинап, қатар соңында ең басында бастағандай 6 столбик шыққанда бұл бізде кольцомыз жиналып, тоқымамыз сонымен аяқталады. Яғни жабылады. Енді біз жібімізді кішкене артығымен киіп алып, и біздің инеміз арқылы ішіне кіргізіп жасырып тастаймыз жібіміздің ұшын. Енді келесі бөлімде біз алдыңғы тоқыған күшігіміздің құлақтарын біріктіретін боламыз және көзін и мұрнын жасайтын боламыз.